Құрметті YouTube арнаны тамашалаушы асылдарым, сіздермен бүгін біз Роналдо мен Мессидің қайсысы мықты деген сауалға жауап іздейміз. Криштиану Роналдо бала кезінен-ақ футболға деген ерекше ынта танытты. Ол футболшы ретінде Спортинг академиясынан бастап, кейінірек Манчестер Юнайтед клубына ауысты. 2003 жылы әлемге танымал бола бастаған Роналдо Манчестер Юнайтед сапында 3 премьер-лига титулын, 1 чемпиондар лигасын және бірнеше басқа да марапаттарды жеңіп алды. 2009 жылы ол Реал Мадридке ауысып, ол жерде клубтың рекордтық бомбардирі болды. Кейінірек Ювентус клубында да ойнап үлкен жетістіктерге жетті, ал қазір ол Сауд Арабиясының Аль-Наср клубында ойнайды. Лионель Месси 1987 жылы 24 маусымда Аргентинаның Росарио қаласында дүниеге келді. Бала кезінде ол өсу гормонының тапшылығы диагнозы қойылғанына қарамастан, футболды жалғастыруға шешім қабылдады. Барселона клубының академиясына 13 жасында келген Месси тез арада командада ерекше қабілеттерін көрсетті. Барселонада өткізген жылдары ол 10 Ла Лига титулын, 4 чемпиондар лигасын және 6 алтын допты жеңіп алды. 2021 жылы Пари Сен-Жермен клубына ауысты, ал 2023 жылдан бастап ақш-тың Интер Майами клубында ойнай бастады. Роналдоның ерекшеліктері. Криштиану Роналдо өзінің жылдамдығы, әуедегі қабілеті және физикалық күшінің арқасында танымал. Оның бойы 1,87 метр, бұл оған баспен соққы жасауда артықшылық береді. Роналдо өзінің керемет күшті соққысы және алыс қашықтықтан гол соғу қабілетімен ерекшеленеді. Ол алаңда әрқашан жұмыс істеп, допқа ұмтылып, ойыншылардан жиі асып түседі. Оның мықты физикалық тұрғыдан дайындалуы оған ұзақ жылдар бойы ең жоғары деңгейде ойнауға мүмкіндік берді. Мессидің ерекшеліктері. Лионель Месси алаңда өзінің дриблингі, дәл пас беруі және жылдам шешім қабылдау қабілетімен ерекшеленеді. Оның бойы 1,70 метр, бұл оған ауырлық орталығын төмен ұстап, қарсыластарын оңай алдап өтуге мүмкіндік береді. Мессидің доппен жұмыс жасау қабілеті керемет, ол қысқа қашықтықта да, алыс қашықтықта да дәл пас бере алады. Ол алаңда шығармашылық ойынды құрастырып, қарсылас команданың қорғанысын жарып өтуге ерекше қабілетті. Физикалық және физиологиялық айырмашылықтар. Физикалық тұрғыдан салыстыру. Роналдоның бойы ұзын және бұлшық еттері дамыған, бұл оған жылдамдықпен күшті пайдалануға мүмкіндік береді. Ол әуедегі дуэльдерде өте мықты, баспен соғу қабілеті де жоғары деңгейде. Сонымен қатар Роналдоның физикалық дайындығы оның жылдамдығы мен күші арқасында ойыншыларды жиі артта қалдыруға мүмкіндік береді. Месси болса өзінің қысқа бойының арқасында алаңда өте маневрлі. Оның төмен ауырлық орталығы дриблинг кезінде тұрақтылықты сақтауға көмектеседі, бұл оны қорғаушылар үшін өте қауіпті етеді. Месси көбінесе қысқа қашықтықта жарылғыш жылдамдығын және қарсыластарды алдап өту қабілетін пайдаланады. Физиологиялық тұрғыдан салыстыру. Роналдоның дене бітімі оны физикалық жағынан мықты етеді, оның төзімділігі, күш-қуаты және әуедегі қабілеті ерекше. Оның дене құрамы әрқашан тамаша физикалық күйде болуға мүмкіндік береді, бұл оның мансабында бірнеше рет дәлелденді. Мессидің физиологиялық артықшылығы оның төмен ауырлық орталығында және жылдамдығы мен реакциясындағы жарылғыш күшінде. Бұл қасиеттер оны қарсыластардан допты алып кетуде қиын етеді, және ол жылдам қозғалыспен кішкентай кеңістіктерде қарсыласу алаңын жарып өтіп кетеді. Қайсысы мықты? Қайсысы мықты деген сұраққа нақты жауап беру оңай емес, өйткені олар екеуі де әртүрлі стильде ойнайды, және әрқайсысының өз артықшылықтары бар. Екеуі де еңбекқор. Мысалы, Месси өзінің ең осал тұстарын, минустарында еңбекпен өзіне плюсқа айналдырған. Ал Роналдо ол өзінің бір сұхбатында менің жетістігіме қызығатын адамдар көп, бірақ ол жол өте қиын жол, мен де өзгелер секілді демалып, қыдырып, қалағанымша ұйықтағым келеді. Бірақ мен осы қиын жолды таңдадым деген.